армысыздар магистранттар. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз орталық банктердің ақша несие саясатының қор нарығындағы ауытқуларға әсері. Бұл дәрістің мақсаты орталық банктің монетарлық құралдары қор нарығындағы ауытқуларды қалай тудыратыны, өзгертетіні немесе жұмсартатыны дамушы нарықтардың мысалында түсіндіру. Біз механизмдер, аномалиялар, эмпирика және Қазақстан тәжірибесін қарастыратын боламыз. Бірінші сұрақ: мәселенің өзектілігі және монетарлық құралдар. Жалпы орталық банктер, біздің елімізде ол ұлттық банк, Қазақстан Республикасының ұлттық банкі, жалпы әлемдік тәжірибеде орталық банктер пайыздық мөлшерлеме, ақша массасын реттеу, ашық нарық операциялары, резервтік талаптар, валюталық интервенциялар және сандық жұмсарту арқылы қаржы нарықтарына әсер етеді. Дамушы нарықтар үшін бұл маңызды, себебі сырттан капитал тәуелділігі, жоғары құбылмалылық, төмен ақпараттық тиімділік және шектеулі тереңдік әсерінен монетарлық сигналдар күштірек ауытқулар тудырады. Жалпы негізгі ставка бұл капитал құнына әсер етіп, акция бағаларын түрлендіреді, ал ашық нарық операциялары өтімділікті өзгертіп, нарықтық қысымды басқарады. Бұл жерде резервтік талаптар дегеніміз банктердің несие беру қабілетін шектейді немесе кеңейтеді, яғни ол өзі бекітілген талаптарға сәйкес жүзеге асырылуы қажет. Жалпы қор нарығы ауытқулар және қайшылықтарды қарастыратын болсақ, бұл жерде біз фамаға сәйкес, фама деген ғылымға сәйкес, тиімді нарықта бағалар барлық ақпаратты білдіреді, бірақ эмпирикада аномалиялар, тұрақты нарықтық ауытқулар анықталды. Жалпы дамушы нарықтарда ақпараттық асимметрия, шорт сатудың шектеулері, өтімділіктің төмендігі және институционалдық ерекшеліктер ауытқуларды күшейтеді. Бұл жерде қарастыратын негізгі терминдер size effect, яғни шағын компаниялар әдетте жоғары кірістілікпен ақша несие саясатына сезімтал болып келеді. Яғни кіші компаниялар макро деңгейдегі құбылыстарға өте сезімтал болып келеді. Келесі моментум, соңғы кезеңдегі өсім қысқа мерзімде жалғасуы мүмкін. Бұл ақпарат баяу тарағанда күшейеді. Және value effect, бағаланбаған акциялар кейде нарықтан асып түседі. Бұл әсіресе ставкалар төмендеген кезде орын алады. Жалпы монетарлық саясаттың ауытқуларға әсерін қарастыратын болсақ, жалпы пайыздық арна, несие беру арнасы, баланс арнасы, айырбас бағамы және тәуекелді қабылдау арнасы арқылы орталық банк актив бағаларына ықпал етеді. Әр арнаның дамушы нарықтардағы көрінісі ерекше. Яғни бұл келесідей көрініс табады, яғни банктік үстемдік, өтімділік шектеулері және валюта тәуекелі маңызды роль атқарады. Келесі монетарлық режим мен аномалиялардың өзара әрекеті, яғни бұл жерде жеңіл саясат, яғни төмен ставкалы QA, моментум мен төмен құбылмалық аномалияларын күшейте алады. Бұл жерде артық өтімділік инвесторларды yield үшін іздеуге итермелейді. Қатаңдау жағдайында өсіп, value акциялар салыстырмалы түрде тұрақтырақ көрінеді. Ал small caps қатты зардап шегеді. Бұл жерде бірінші фактор ол easy policy momentum, яғни өтімділік пен leverage импульсті стратегияларды күшейтеді. Екінші tightening size premium. Бұл жерде банктік несие азайғанда шағын компаниялар зардап шегеді. Және үшіншісі forward guidance, түсінікті сигналдар күнтізбелік аномалияларды әлсіретуі мүмкін.
Келесі эмпирикалық құралдар, әдістемелік шолу жасап өтсек, event study, ERK есептеулері, регрессиялық модельдер, панельдік талдау, var бетсин және жоғары жиілікті сәйкестендіру орталық банктың шешімдері мен нарық реакциясын бөліп көрсетуге арналған негізгі әдістер. R және CAR формулалар оқиға реакциясын сандық бағалайды. Бұл жерде event study, яғни оқиғаның алды немесе кейін қалпына келтірілген кірістерді өлшеуге мүмкіндік береді. Ал var бетім дегеніміз ол импульстік жауаптар мен ұзақ мерзімді байланыстарды бағалау және high frequency ID SB хабарламаларына 30 минуттық терезеде нақты нарық реакциясын бөлу. Келесі эндогендік мәселелер және оларды жеңу келесідей жүзеге асырылады, яғни орталық банктың шешімдері мен қор нарығының әрекеті міндетті түрде бір-біріне әсер етеді, яғни reverse causality және omitted variables проблемалары орын алады. Жұмысқа IV, мысалы, FG шоктары, HI-FI және бақылау айнымалыларын қосу арқылы эндогендік тәуекелдерді азайту ұсынылады. IV тәсілі дегеніміз бұл FG шоктарын локальдық ставка үшін құрал ретінде пайдалану. Ал HI тар уақыт терезесінде таза соққыны идентификациялау деген мағынаны береді. Ал бақылау айнымалыларына VIX, мұнай бағасы, CDC сияқты факторларды енгізу жатады. Жалпы халықаралық тәжірибені қарастыратын болсақ, таңдамалы елдердің мысалында, мысал үшін Қытайда мемлекеттің рөлі және капитал бақылауы монетарлық сигналдардың әсерін өзгертеді. Яғни, бұл Қытай дегеніміз дамыған елдер болып табылады. Келесі Үндістанда нарық FRG шоктарына және жергілікті банктерге жоғары сезімтал болады. Бразилияда шикізат секторы мен сыртқы факторлар күшті әсер етеді. Осындай үш елдің мысалында қарастырдық, яғни тәжірибелі саясаттың секторлық және елдік ерекшеліктерін көрсетеді. Мысалы үшін Қытай ол мемлекеттік реттеу технология секторына сезімтал болып табылады. Ал Үндістан бұл банк секторына күшті реакция, нарыққа тез жауап береді. Және Бразилия шикізат секторы мен сыртқы шоктарға жоғары тәуелділік болып табылады. Ал енді Қазақстандағы жағдайды қарастырсақ, яғни негізгі сипаты және әсерлерін қарастыратын болсақ, Қазақстан нарығы шикізатқа тәуелді, банктер үстемдік ететін және шектеулі капиталдану сипатындағы нарық болып табылады. Ұлттық банк базалық мөлшерлеме, инфляция мен валюта саясатымен нарыққа әсер етеді. Ставкалардың көтерілуі КС индексінің төмендеуіне, оның төмендеуі баға белгілерінің өсуіне ықпал етеді. Нарықта өтімділік шектеулері және валюта тәуекелі айқын болып табылады. Яғни бұл жерде фактор мен салдарларын қарастыратын болсақ, яғни шикізатқа тәуелділік фактор кезінде капиталдың кетуі мен индекстердің сезімталдылығы орын алады. Ал банктердің үстемдігі факторында несие арнасының шешуші рөлі екені анықталынады. Және төмен өтімділік ол кезде аномалиялардың сақталуы орын алады. Жалпы бүгінгі сабақ тақырып бойынша қорытындылайтын болсақ, ставка төмендегенде нарық жиі өседі.
ол бірінші қорытынды. Екінші, нарықтар монетарлық шоктарға өте сезімтал болып табылады. Аномалиялар дағдарыс кезінде күшеюі мүмкін, яғни аномалия дегеніміз, яғни қалыпты емес жағдайлар дегеніміз, келесі, ол мінез құлық факторлары эффектілерді күшейтеді, және де саясат тиімділігі институттық сапаға тәуелді болып табылады. Келесі, мына жерде үйге сіздерге тапсырма берілген. Осы тапсырмаларды қарастырасыздар. Және де монетарлық құралдардан бастап Evans Study әдісіне дейін барлығын қарастырып келесіздер. Жалпы бүгінгі тақырып бойынша осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға